Так, 5 қаңтар 2026 жыл. Мәскеу қаласында орналасқан Донское кладбище деген бар екен. Сода біздің Алаштың батыры Әлихан Бөкейханұлы жерленген деп айтады. Сол бойынша келіп, іздеп зиратына келдік. Сол жерде, мына жерде бәрі расстрел жасалып, Алаштың батырлары бар, қаншама адамдар бар. Солардың өртенген мәйіттері бар. Солардың бәрі осы жерде жерленген деп айтады. Қазақтың екі батыры бар екен. Бөкейхан Әлиханұлы Нұрмахамедұлы, Нұрмақов Нығмет Нұрмағұлы дейді. Бөкейхан Әлихан Нұрмахамедұлы. Жалпы осындай айналасында қаншама адам жерленген жер екен. Келіп, Құран бағыштап, амал әрекеттеріміз жасап, қазағымыз деген кезде келіп тұрмыз.